Армысыздар, ардақты ағайын. Мен сөзімді саған келдім Атажұрт деген өлеңнің бір шумағымен бастамақпын. Бұл өлең 2001 жылы 7 қазанда мен Атажұртқа ат басын алғаш тіреген күні жазылған еді. Саған келдім Атажұрт, қаңғырып келген ұл деме, тұяғы тозған тұл деме, қызғып келіп тұрғам жоқ үлдеменен бүлдеңе, саған қарай сүйрейді қанымдағы бірдеңе. Расымен бізді қанымыздағы бірдеңе сүйреп Атажұртқа оралдық. Содан бері 13 жыл өтті. Қазақстанның күн санап алға басуының куәсі болып, ертеңіне елеңдеп, жақсылығына қуанып, әр қайсымыз әр салада еңбек етудеміз. Суға түсіп отқа күйіп жанса да, тәуелсіздік, бостандық деп жан сала, жер бетінде зар болып жүрген отанға, отансыздар қаншама шүкір дейік, тәуелсіз отанымыз бар. Осы тәуелсіз отанға бүгінгі таңда шетелден 1 миллионға жуық қандастарымыз оралды. Оралған ағайындардың арасында 70-тен астам ғылым докторы, 300-ден астам ғылым кандидаты шықты. Отанға оралып, қазақтың өнеріне, әдебиетіне, ғылымына, экономикасына үлес қосқан, үлес қосып, талантымен тамсандырып жүрген қандастарымыз жетерлік. Мәселен, ғылым саласында қайталанбас тұлға, дінтанушы ғалым Халифа Алтай, Түркиядан, тарих білім докторы, қоғам қайраткері Зархан Қинаят, Монғолиядан, медицина ғылымдарының докторы Сейітхан Жошыбаев Қазақстаннан, тарих ғылымының докторы профессор Нарижа Мұхаммедұлы Қытайдан, шығыстанушы ғалым филология ғылымының докторы Ислам Жеминей Ираннан, тағы басқа жазушылардан Жақсылық Сәбитұлы, Оразамбай Егеубайұлы сияқты, әншілерден Майра Мұхаммед қызы, Хабаш Әбікейұлы, Беші Шоғыла Сапарғали, Күйші Еркін Ерген, жұбай әншілер Құрманбек пен Риза Ермат Зейіпқан, айтыскер ақын Қайрат Құлмаханбет, таеквондодан 5-ші дан иегері Мұстафа Өзтүрік, Олимпиада чемпионы Бақыт Сәрсекбаев, Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері Қанат Ислам, қатарлы спортшыларымыз, кәсіпкерлерден Сабыржан Мұхаммедкүнұлы, Төлеубай Нағарбай, Шағынбек Қанжарбайұлы, Қуанышты Гөнелханұлы, Қамбар Әжіғадырұлы, Бақаргүл Төлегенқызы, Фарида Мелхаметқызы сияқты жүздеген адамға жұмыс беріп, өз өнімдерін өндіріп жүрген азаматтар жетерлік. Былтыр ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойына орай зиялы ағалармен ақылдасып, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ тұтастығын ойлаудан туған көші-қон саясатының жемісін көрсететін «Тәуелсіздік жемісі» атты кітап шығарды. Кітапқа жоғарыдағы аттар аталған адамдармен қатар әр саланың мамандары, әр мемлекеттен келген 118 адам кірді. Кітаптың маңыздылығы жайлы ақпарат құралдары жарыса жазды. Бұдан қоғамның келген ағайынға, олардың еңбегіне деген шексіз құрметін сезіндік. Кітаптың тұсаукесерін Астанада президенттің мәдениет орталығында өткіздік. Тұсаукесер шараға президент әкімшілігі атсалысып, кітаптың тұсауын қазақтың үлкен зиялысы, сол кездегі президент мәдениет орталығының директоры Мырзатай Жолдасбеков кесті. Мен барлық ақпарат құралдарына разымын. Келген қандастарымыздың еңбегін жарқыратып көрсетті. Қандастарымыз жайлы бір жақты айтыла беретін, олардың мұң-мұқтажынан гөрі табысын, отанына келіп жемісті еңбек етіп жатқанын көрсету, келетін елге үміт сыйлайды деп ойлаймын. Көшіміз жемісті іс қашанда жалғасын табады. Көш тоқтамайды. Мен сөзімнің соңын бұрмаңдар кері атпасын деген өлеңмен аяқтайын. Жаратқан Алла жақтасын, 41 шілден сақтасын, өз қамын ешкім сатпасын, бұрмаңдар кері атпасын. Тілімді алсаң егерде, ерегесі бегерге, көшіңді артқа шегерме, түйеңді шөлге шөгерме. Бүгінің үшін малды алданба, кел қайтуды малданба, біреуден көңілің қалғанға күжірейіп жалданба. Айтпады деп, көкем деп, кетем неше кетем деп, айтқаныма жетем деп, қайтесің кер тепең деп. Жолға қалай жазақпан, назалан мейл азаптан, қашқанда қайда барасың, қарға тамырлы қазақтан, бұрмаңдар кері атпасын.